Достар, менің қазақша каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруға ұмытпаңыздар. Әсем кішкентайынан тағдырдың ауыр сынағына түсті. Әкесі ол дүниеге келмей жатып, кенеттен жол апатынан қаза болған. Шешесі болса, қызын жалғыз өзі бағып қағамын деп жүріп, жүрек дертіне шалдығып, Әсем 16-ға толғанда дүние салды. Содан бері қыз жалғыз қалды. Ауылдың шет жағындағы ескі үйде Әсемнің өмірі сүреңсіз өтетін. Бірде тоқ, бірде аш. Көрші қолаңнан сұрап жейтін кездері де аз болмады. Әркім бір жазғырып, біреулер аяп, біреулер мазақтап жүретін. Қыздың нәзік жүрегі осының бәрін сезетін, бірақ сыр бермейтін. Ауыл жастары Әсемді әдемілігі үшін құралай көз деп атайтын. Оның қолаң қара шашы, ұзын кірпігі, тұнық қара көзі бар еді. Бірақ сол әдемілік оның бақыт емес, қайта сорына айналғандай болатын. Көп ер азамат көз тастайтын, бірақ ешкім шын жүректен жанын түсінгісі келмейтін. 20-ға енді келген Әсем енді не істемек? Ауылда жұмыс жоқ, тіршілік тығырыққа тірелген. Қыздың жалғыз арманы қалаға кетіп, өз еңбегімен өмір сүру еді. Бірақ жалғыздықтан, қорқыныштан жүрегі дірілдеп тұратын. Кей түндері анасының жұпар иісі қалған ескі көрпесіне оранып, жылап ұйықтайтын. Анашым тірі болғанда ғой, жалғыздықтың не екенін білмес едім деп сыбырлайтын. Бірақ уақыт шегер емес, өмір алға ұмтылады. Әсем сол жалғыз үйінде ойлана, ертеңгісін үлкен шешім қабылдады: мен ауылда қалсам, өмірім де, арманым да сол күйі қалады. Қалаға кетуім керек. Жұмыс табамын, еңбектенемін. Өмірімді өзгертемін, деді өзіне өзі ант етіп. Осылайша жас қыздың тағдырын өзгертетін жаңа жол басталды. Әсем ауылдан шыққан күні күздің соңғы айы болатын. Таңғы салқын самал бетіне соққанымен жүрегі ыстық үмітке толы еді. Қолында кішкентай сөмке бар, өмірінің жиған тергені, анасының көне орамалы мен 2-3 киімі ғана. Автобусқа отырып, ұзақ жолға шыққан сәтте жүрегі алып ұшып, қорқыныш пен қуаныш аралас сезімде болды. Терезеден далаға көз тастап, ойға шомды. Қалаға жеткен соң не күтіп тұрғанын ол білмейтін. Бірақ тағдырдың оны қақпанға қарай жетелеп келе жатқанын да сезген жоқ. Қалаға келгенде айналасы у-шу. Биік үйлер, асығыс адамдар, самсаған көліктер. Әсем алғашында абдырап қалды. Мынадай жерде мен қалай өмір сүремін деген үрей биледі. Бірақ ол үмітін үзбеді. Бірнеше күн жұмыс іздеп, қонақ үйдің тазалаушысы болуға келісім алды. Айлығы көп емес, бірақ тамағы тоқ, басымда бір төбем болса болды деп қуанған. Алғашқы күндері жатақханада тұрып жүрді. Жатақханадағы қыздар да әр түрлі еді, бірі көңілді, бірі түнде қыдырып жүретін. Әсем болса, тұйық, үндемейтін, тек жұмысына барып келіп, кітап оқып, анасының суретіне қарап жылайтын. Осы күндердің бірінде оның тағдырын өзгертетін жан кездесті. Қонақ үйдің дәлізінде үстіне қымбат костюм киген, қасында көмекшілері бар еңселі ер адамды көрді. Жасы 50-ден асқан, сәл қарын байлаған, бірақ жүзі байсалды, дауысы жуан. Қызға көз тастай берді. «Қызым, сен мұнда жаңасың ба?» деді ол жылы жымиып. «Иә, аға», деді Әсем қысылып. «Жарайсың. Жұмыс істеп, еңбектеніп жүргенің жақсы екен. Есімің кім?» «Әсем». Осылайша ол бай шал Абдулламен алғаш рет тілдесті. Абдулла қаланың атақты кәсіпкерлерінің бірі еді. Оның қолында ақша да, билік те бар. Қаладағы біраз адамға сөз өтетін. Сырттай қарағанда сыйлы, мырзажан сияқты. Бірақ оның жүрегінің түкпірінде қандай ой жатқанын ешкім біле бермейтін. Ал Әсем ол сәтте тек мейірім көргендей болды. Мүмкін мынандай адамдарға сенсе болады, деп ойлады.
Бірақ ол әлі алда күтіп тұрған тағдырдың сынағын сезбеген еді. Күндер өте Абдулла қызға жиі жолыға бастады. Бірде дәлізде амандасып, бірде жылы жымиып, кейде көлікпен жеткізіп қоятынын айтты. Әсем алғашында бас тартатын, бірақ бір күні шаршаған күйі көлікке отырды. Жұмсақ орындыққа жайғасқанда өзін басқа әлемде жүргендей сезінді. Терезеден қала шамдары жылтылдап өтіп жатыр, қасында бай, атақты адам. Қыздың жүрегін әлдеқандай сенім мен үрей қатар биледі. «Қалаға үйрендің бе?» деп сұрады Абдулла. «Әлі емес», деді қыз сыбырлап. «Уайымдама. Қала қиын емес. Сен сияқты сұлуларға әрдайым жолы ашық». Әсем үндемеді. Оның сөздері жылы естілгенімен жүрегі бір түрлі діріл қақты. Бұл адам маған шын көмектеспек пе, әлде басқа ойы бар ма? Деген ой мазалады. Абдулла күн сайын Әсемді іздейтінді шығарды. Бірде ол қызды түскі асқа шақырды. «Кел, қызым, жалғыз отырып ішкен ас сіңбейді». Әсем ұзақ ойланды. Бірақ ақыры жарайды деп келісті. Ресторанда екеуі дастархан басында отырды. Алдында түрлі тағам, қасында жылы сөйлеп отырған шал. «Сенің көздеріңде мұң бар», деді Абдулла. «Әке шешең жоқ қой?» «Иә, иә», деді қыз даусын әзер шығарып. «Онда сен жалғызсың». «Ал жалғыздық ең ауыр нәрсе». Бұл сөздер қыздың жүрегіне қатты тиді. Өйткені шынында да ол жалғыз еді. Мейірімге, қамқорлыққа зәру еді. «Әсем, мен саған қамқор бола аламын», деді Абдулла салмақпен. «Саған баспана да, жағдай да жасап беремін. Тек сен мені түсінсең болды». Қыз сасқалақтап қалды. Мен не айтарымды білмеймін. Ойланып көр. Сенің болашағың менің қолымда. Осыдан кейін Абдулла қызға қымбат сыйлықтар бере бастады. Әсем бастапқыда қабылдамауға тырысатын, бірақ кейін қайтарып берсем, ренжіп қалар деп үнсіз алатын болды. Бір күні ол қызды үйіне шақырды. «Қызым, мен саған жақсы дастархан жайып, тынығып қайт дегенім ғой. Қорықпа, бәрі дұрыс болады». Әсемнің жүрегі алай-дүлей. «Барсам ба, бармасам ба?» деп көп ойланды. Бірақ өзіне жасаған жақсылықтарын ойлап, ақыры баруға келісті. Абдулланың үйі сән-салтанатқа толы еді. Биік қақпа, жарқыраған шамдар, қымбат жиһаздар. Әсем ондайды тек түсінде ғана көрген, міне, енді сен де осы өмірді көрдің, деді Абдулла жымиып. Бұл байлық сенен аянбайды. Қыздың көзіне жас келді. Оның ойында екіұдай сезім, бір жағынан мейірімге зәру жүрегі Абдулланың қамқорлығын қалады, екінші жағынан ар-намысы бұл дұрыс емес деп шырылдады. Ал Абдулла болса, оны біртіндеп өз торына түсіріп жатқанын анық сезіп отырды. Әсем үшін Абдулланың үйіне алғаш қадам басқан сәттен-ақ жүрегінде алаң пайда болды. Бір жағынан байлықтың жарқыраған көрінісі, жайлы бөлмелер, сәнді дастархан, бәрі ертегідей. Бірақ екінші жағынан осы үйдің қақпасы жабылған сайын өз еркіндігін артта қалдырғандай сезінді. Кешкі ас үстінде Абдулла оған қайта-қайта жылы сөздер айтты. «Сен әдемісің, Әсем. Сенің көзіңде өмір бар. Мен саған бәрін сыйлай аламын». Қыз үнсіз тыңдап отырды. Жүрегін әлдебір белгісіз қорқыныш қысып барады. Ол үйге қонақ ретінде келгенін ойлағанымен, Абдулланың көзқарасынан мүлде басқа ниет байқалып тұрды. Ас ішкен соң Абдулла қызды қонақ бөлмеге апарып, «Бұл үй сенің де үйің. Бөлмелердің қайсысына жатамын десең де еркің», деді. Әсемнің жүрегі орнына түскендей болды. Шынымен ол жаман ойда емес шығар, деп ойлады. Қыз бөлмесіне кіріп, үстел жанындағы айнаға қарап отырғанда,
есік жайлап ашылды. Абдулла кіріп келді. «Қызым, жалғызсың ғой», деді ол баяу. Әсем селт ете қалды. «Жоқ, мен ұйықтағалы жатырмын, сенің жаныңда болсам, ұйқың тыныш болады». Қыздың қолы дірілдеп кетті. «Өтінемін, шықсаңызшы». Бірақ Абдулла тыңдамады. Ол қыздың иығына қолын қойып, өзіне тартып алды. Әсем бұлқынып көрді, бірақ шалдың қарулы қолынан шыға алмады. Оның көзі жасқа толып, даусы дірілдеп, «Жіберіңізші, мені қорламаңыз». Алайда ол сөздер естілмеді. Сол түні Әсемнің намысы тапталып, жүрегі жараланды. Түннің қою қараңғысында қыздың өксіген үні ғана естілді. Таң атқанда Әсем айнаға қарады. Көздері ісіп кеткен, жүзі қуарған. Ол өзін танымай қалды. Ішкі жан дүниесі ойран болды. Кеше ғана арман қуып қалаға келген қыздың үміті бір түнде күлге айналды. Ас бөлмесінде Абдулла ештеңе болмағандай отырды, газет оқып, шайын ішіп. «Әсем, сен енді жалғыз емессің, менің қасымдасың, қалағаныңды аласың», деді сабырлы үнмен. Бұл сөздер қызға мейірім емес, тұтқынға түскен адамның тағдырында естілді. Ол үнсіз ғана басын изеді. Ішкі жан айқайын сыртқа шығара алмады. Қонақ үйге оралғанда ол төсегіне құлап ұзақ жылады. «Мен неге оған сендім? Неге өзімді қорғай алмадым? Ауылға қайтып бара алмаймын. Бәрі біледі ғой» деген ой маза бермеді. Келесі күндері ол өзін жұмысқа зорлап барды. Бірақ көзінен мұң кетпеді. Қыздарды да, қонақтарды да көрсе, іштей жек көретіндей болды. Әрбір ер адамның көзі оған Абдулланың суық жанарында елестейтін. Сол түні Әсем құлап жатып жүрегінен сыбырлап айтты: «Құдай-ау, неге мені қорғансыз қылдың, неге тағдырымды осылай еттің?» Жауап жоқ еді. Қабырға ғана үнсіз тыңдады. Әсем ауылдан алыстап кеткенімен, артынан сөз ермей қалған жоқ. Ана жетім қыз қалаға барып бай-шалға кіріп алған көрінеді деп айтушылар көбейді. Қайран қыз, ертеңгі күні не болады екен деп күңіренді. Біреулер ауылдың үлкендері жетімнің соры қалың ғой, жәрдемдесетін жан табылмаған соң осылай болды деп аяушылық білдірді. Бірақ жастар жағы сыртынан күліп, шалдың қалыңдығы деп атап кеткен. Әсемнің өзі бұл сөздерді естімесе де, жүрегі әлдені сезетіндей. Қыз баланың абыройы ауылда қашанда ең бірінші әңгіме емес пе? Ауылдағы жалғыз досы Айсұлу ғана іштей қызды қорғап жүрді. «Білмей тұрып жамандамаңдаршы. Ол да біз сияқты жас қой. Тағдырдың қай жерден соғатынын кім білген?» Осылай ауыл ішінде Әсем жайлы әркім әртүрлі сөз айтатын болды. Абдулланың үйінде күндер өтсе де Әсемнің жан дүниесінде тыныштық болмады. Сырттай бәрі жақсы сияқты, жылы үй, мол дастархан, әдемі киім. Бірақ жүрегі бос. Кешкісін ол терезе алдында отырып, қиялға берілетін. Ауылдағы бала кезінде жалаң аяқ жүгірген күндерім қандай бақытты еді. Ол кезде ешкімге жалтақтамайтынмын. Енді ше Абдулла оған сыйлық әкелген сайын қыздың көңілі одан сайын құлазыды. Байлық жан жарасын жазбайтынын Әсем күннен күнге анық түсінді. Кей түндері ол көрпесін жамылып үнсіз жылайтын. «Мен жалғызбын, мені түсінетін жан жоқ» деп сыбырлайтын. Қанша тырысса да Абдуллаға деген жылы сезім оянбады. Керісінше оны көрген сайын қыздың ішінде қорқыныш пен жатсыну арта түсті. Әсем кейде ойға беріліп, егер шын өмір сүргің келсе, бір күні бұл үйден кетуім керек деп күбірледі. Абдулланың бұл қадамы ең алдымен өз шаңырағындағы адамдарға жақпады. Оның 2 ұлы мен 1 қызы бар еді. Балалары әкесінің жаңа әйел алғанын естігенде ағашуға булықты. «Әке, бізді масқара қылдыңыз ғой», деді үлкен ұлы Қайрат. «Жасы 70-тен асқанда өзіңнен 40 жас кіші қызды үйге келуіңіз ұят емес пе?» деп қосты. Екінші ұлы қызы болса Әсемді көрген бетте жақтырмай: «Бұл қыз саған емес, байлығыңа келген.
Біздің шешеміздің орнын басуға ешқашан шамасы жетпейді деп кесіп айтты. Әсем бәрін үнсіз тыңдап отырды. Оның жүрегін ащы сөздер жаралады. Шешелерінің орнын басу ойымда жоқ еді ғой. Мен онсыз да жетіммін, енді бұл үйде де жат сияқтымын. Деп іштей қамығып отырды. Абдулла болса, балаларының қарсылығына ашуланды. Сендерге не болды? Менің өмірім, менің шешімім. Менің қасымда жүретін адам керек. Деп өктем сөйледі. Балалары үндемей қалса да көздерінде ашу мен жек көрушілік тұрды. Сол сәттен бастап Әсемді қабылдамай, әр қадамын аңдып, әр сөзіне кекетіп сөйлейтін болды. Әсем жаңа өмірінің тозаққа айналғанын күннен күнге сезінді. Шалдың балаларымен бір дастархан басында отырып тамақ ішудің өзі оған үлкен сынаққа айналды. Әй, келін, тұзды дұрыс салсайшы деп ұлы кекете күлетін. Сенің қолыңнан шыққан аш жүрекке ауыр тиеді екен деп қызы қосар еді. Әсем мұндай сөздерге қарсы жауап бермейтін. Іштей өзін кінәлап, мүмкін, расымен бұл үйге менің келуім қателік шығар деп ойлайтын. Бірақ оның жүрегінде кішкентай ғана үміт оты бар еді. Мен бәрін көтеремін. Мүмкін бір күні олар да түсінер, мүмкін уақыт жараны жазар деп өзін жұбатты. Дегенмен күн сайынғы қысым, мазақ пен жеккөрініш жас қыздың нәзік жүрегін қажыта берді. Түндерде ол құпия күнделік жазуды әдетке айналдырды. Бір бетіндегі жазуы мынадай еді: мен ешкімді кінәлай алмаймын. Бірақ бұл өмірдің ауыр жүгін жалғыз көтеру қиын. Әкем мен шешем жоқ. Тірегім болмаған соң тағдыр мені осылай сынап жатыр. Абдулланы сыйлаймын, бірақ сүйе алмаймын. Балаларының көзқарасы жаныма батса да, шыдауым керек. Әсем осы жолдарды жазып жатып, өзіне серт берді: мен сынбаймын. Қандай ауыр болса да тағдырға қарсы тұрамын. Күндер өтіп жатты. Абдулла жас келіншегін қуантуға тырысқанымен, Әсемнің жүрегіндегі мұңды көрмей қалмайтын. Қыздың көзі үнемі мұңға толы еді. Әсемжан, саған не жетпейді? Қаладағы ең қымбат дүкеннен көйлек әкеп бердім. Үйің кең, дастарханың мол, неге көңілің жоқ? Деді бір күні шал. Әсем ауыр күрсінді. Маған бұның бәрі керек емес, аға. Қыз әдет бойынша аға дейтін. Маған бір ғана нәрсе жетпейді. Ол еркіндік, деді даусын бәсеңдетіп. Абдулла бұл сөзден шошып кетті. Еркіндік дейсің бе? Сен еркінсің, қаласаң қалаға барып жүр, қыдыр, керек болса шетелге де апарам, деді даусын көтере. Әсем болса үндемей, көзін төмен салды. Менің еркіндігім жүрек қалауымда еді. Ал ол сенде емес, деп іштей күбірледі. Күн сайын балаларының мұздай қараған көздері, іштей мойындамаған сөздері оның жанына бататын. Бірақ Әсем сыр бермеді. Ол енді төзуге емес, күресуге бекінді. Жасы ұлғайған Абдулла күннен күнге Әсемге үйіріле берді. Жас қыздың жымиғаны, бір ауыз жылы сөзі оған шексіз қуаныш сыйлайтын. Бір күні екеуі ауыл шетіндегі баққа шықты. Абдулла қолын Әсемнің үстіне қойып: мен сенсіз өмір сүре алмаймын жаным. Құдай мені сенімен табыстырды. Балаларым қарсы болса да, сен кетпе. Өмірімнің соңына дейін қасымда болшы, деді жалынғандай. Әсемнің жүрегі шым етті. Шалдың оған деген махаббаты шынайы сияқты, бірақ ол махаббаттан гөрі тәуелділікке көбірек ұқсайтын. Сізді сыйлаймын, бірақ жүрегімнің қалауы басқа. Деуге батылы жетпеді. Тек үнсіз жымиды. Осы үнсіздік Абдулланы одан сайын байлап қойды. Ол Әсемді көзінен таса қылмай, тіпті қыз қыдырып шықса да артынан кісі жіберетін болды. Әсем өз-өзінен қорқып жүрді. Бұл кісінің маған деген сезімі артық тәуелділікке айналса ше, ертең мүлде еркіндігімді жоғалтсам не істеймін? Осы ойлар жас қыздың ұйқысын қашырып, жүрегін мазасыздандырды. Әсем ауылдың шетіне сирек шығатын. Үнемі үй ішінде қамалғандай күй кешетін.
Bir күні ол ауыл дүкеніне азық-түлік алуға барды. Жолай бала күнгі танысы ауыл жігіті Даниярға кезікті. «Әсем сен бе?» деді ол таңырқап. «Иә, менмін» деп қысқа ғана жауап қайтарды. Даниярдың көзінде мейірім мен таңданыс бар еді. Ол кезінде Әсемге іштей ғашық болған, бірақ айтуға бата алмаған. «Сені ұзатыпты» дегенді естідім, бірақ «Неге сонша мұңлысың?» деді жай ғана. Әсем қипақтап, «Әңгіме қозғайтын жағдай емес» деді де асығыс шығып кетті. Осы сәтті Абдулланың жасы үлкен баласы Жанболат сырттай байқап қалып, дереу әкесіне жеткізді. «Әке, жас әйеліңіздің дүкен алдында бір жігітпен сөйлескенін көзіммен көрдім» деді. Абдулланың жүрегі шым ете қалды. Қызғаныштың уы денесін билеп алды. Ол кешкісін Әсемнен сұрақтың астына алды. «Сен бүгін кіммен сөйлестің? Әлгі жігіт саған не деді?» Әсем шындықты жасырған жоқ. «Ол бала кезден танитын ауылдасым. Жай ғана хал жағдай сұрады. Басқа ештеңе болған жоқ» деді сабырлы үнмен. Бірақ шалдың көзіне бұл жеткіліксіз еді. Ол тіпті орнынан тұрып, ашуға булығып, «Сен мені алдамақшысың ба? Мен сені қызғанамын, ал сен бөтен еркекпен сөйлесіп тұрсың» деді. Әсемнің жүрегі зырқ ете қалды. Ол үндемеді, тек көзінен жас ыршып кетті. «Бұл менің өмірім бе? Әлде түрмем бе?» деп іштей күрсінді. Қызғаныштан кейін Абдулланың мінезі өзгерді. Ол бұрынғыдай сыйлық сыйлап, жылы сөйлегенімен, әрбір қадамын бақылап, әр сөзін аңдып жүрді. Әсемнің телефонын тексеріп, қайда барса да соңынан кісі жіберетінді шығарды. «Сен менің ар ұятымсың, егер бір қадам қателессең, менің бүкіл әулетім жерге қарар» деп ескертіп қоятын. Бұл сөздер жас қыздың жүрегін мұздай қылып тастайтын. Ол күні түні жалғыздықтың зарын тартып, ешкімге сыр айта алмай қалды. Кей түндері терезеден айға қарап отырып, баяғыда көз жұмған анасын ойлайтын. «Анашым, тірі болсаң, бұлай жалғыз қалмас едім. Мені қорғап, жылатар ма едің?» Абдулланың үлкен баласы Жанболат болса, әкесін одан сайын азғыратын. «Бұл қызды қатаң ұстамасаң, ертең әулетімізді масқара қылады. Өзі жас, қаны қызу. Бір күні қашып кетуі мүмкін» деп қайрап жүрді. Бұл сөздер шалдың жүрегін улап, Әсемге деген сенімін азайта түсті. Сол түні Әсем төзімі таусылып, төсекте жатып өз-өзіне сыбырлады. «Тағдыр мені сынап жатқан болар. Бірақ бір күні бұл үйден кетемін. Қалай болса да бостандықты табамын». Осы ой оның ішінде жаңа от жаққандай болды. Қыздың бойына алғаш рет үміт сәулесі енді. Абдулланың үйі қаланың қақ ортасында орналасқан үлкен зәулім коттеджі. Әсем алғаш бұл үйге келгенде, бәрі ертегідегідей көрінген. Кең бөлмелер, әсем жиһаз, жарқыраған люстралар. Бірақ уақыт өте келе, бұл әдемілік пен байлық оның жанына жұбаныш бола алмай қалды. Күнде таңертең Абдулла жұмысқа кетеді, кешке кешігіп оралады. Үйде қоңырсытып тұрған жалғыз өзі. Теледидарды қосса да көңілі аулақ, кітап оқыса да ойы шашырап кетеді. Үйдің ішіндегі тыныштық кейде оған қамақтағы үнсіздіктей сезілетін. Бір күні балконға шығып, қаланың қаптаған шамдарына қарап тұрып жүрегі сығылып кеткендей болды. «Менің жасым әлі 20-да ғана. Ал қазір мына үлкен шаһарда, алтын торда қамалған құс сияқтымын. Қанша байлық болса да, жанымды еркін сезіне алмаймын» деп ойлады ол. Сол сәтте телефонына белгі түсті. «Хат Даниярдан еді, сені ойлап жүрмін». Бәрі жақсы ма? Әсемнің жүрегі бір түрлі жылыды. Бірақ ол ұзақ жауап жазуға қорықты. Тек қысқа ғана «жақсы» деп қана жіберді. Осы кішкентай хаттың өзі оған әлдеқандай демеу болды. Кешке Абдулла үйге көңілді келді. Бір компаниямен үлкен келісімшарт жасасқанын айтып мақтанды. Бірақ Әсем оның сөздеріне құлақ түрген жоқ.
Қасында отырса да ойы мүлде басқа жақта еді. Абдулла бұны сезіп қалғандай күдіктене қарап, сен мені тыңдап отырсың ба өзі, деді қабағын түйіп. Әсем жалма-жан, иә, әрине тыңдап отырмын деп сасқалақтады. Бірақ оның жанарынан әлдебір бөтен ойларды аңғарған Абдулланың жүрегінде қызғаныштың көлеңкесі пайда бола бастады. Келесі күндері Абдулла өзгере бастады. Бұрын үйге келгенде жайдарлы сөйлесетін болса, енді салқын тартып, Әсемнің әрбір қадамын аңдай беретін болды. Қайда бардың, кіммен сөйлестің, неге кешіктің деген сұрақтары жиілей түсті. Әсемнің жүрегі қысылып, тынысы тарылды. Бірақ сырттай бәріне шыдап, үнсіз көнді. Бір күні дүкенге бара жатқанда көшеде Даниярды кездестіріп қалды. Жігіт оны көріп, бір сәт тоқтап қалды. Әсем, сен қатты өзгеріпсің, деді ол жанашыр үнмен. Әсемнің жүрегі дүрсілдеп кетті. Көзіне жас іркіліп, мен жақсы тұрып жатырмын, деді жасырынған кейіппен. Данияр оның жүзінен бәрін ұқты. Бірақ ештеңе демей, тек егер бір күні шыдамай кетсең мен осындамын деп сыбырлады да асығыс кетіп қалды. Әсем көпке дейін көшеде тұрды да қалды. Оның жан дүниесін бір сәтте екіге бөліп жібергендей болды. Бір жағында шалдың салқын үйі мен ауыр тұрмысы, екінші жағында бостандыққа шақырып тұрған үміт оты. Сол түні Абдулла оның телефонын қарап шықты. Қыздың ештеңеден хабарсыз отырғанын пайдаланып, хаттарын ақтарды. Даниярдың қысқа ғана жазған хабарламасын көргенде, көзі қанталап, жұдырығын түйді. Демек, сенің жүрегіңде басқа біреу бар екен ғой, деп сыбырлады ол ашудан дірілдеп. Әсем болса, бұл құпияны сезген жоқ. Бірақ алдағы күндері оның өмірін қиын сынақтар күтіп тұрғанын өзі де іштей сезетін. Абдулла соңғы күндері Әсемнің әр қимылын қадағалап жүрді. Қыздың көзіне қараған сайын, оның ішінде бір от маздап тұрғандай көрінетін. Сол от басқа біреуге деген сағыныштың, жасырын сезімнің белгісі іспетті еді. Бір күні таңертең жұмысқа кетіп бара жатып, ол күтпеген жерден тоқтап, Әсем, сенің телефоныңды бере тұршы, деді. Әсем сәл абыржып, бірақ қарсы келмей, телефонын ұсына салды. Абдулла оның бет-жүзін бақылай отырып, ішіндегі күдігін одан сайын тереңдете түсті. Телефоннан ешқандай күдікті нәрсе таба алмады. Өйткені Әсем Даниярдан келген соңғы хабарламаларды өшіріп тастаған болатын, бірақ бұл Абдулланың көңілін тыныштандырмады, жасырынғаны анық. Менің көзіме шөп салмай ма екен деп күдіктене берді. Сол түні ол Әсемнің ұйықтап жатқанын күтіп, телефонын тағы қарады. Ештеңе таппаса да, жүрегінде қызғаныштың тасы ауырлай түсті. Келесі күндері ол қызды үйде қамап ұстауға тырысты. Сенің не жұмысың бар, қалағаныңның бәрін әкеліп беремін. Сыртқа шықпа, деп бұйырды. Әсем болса, іштей түнеріп, бұл байлықтың ішінде отырып та бостандық жоқ. Мен құдды тұтқынмын деп жылап алатын. Даниярды ойлаған сайын жүрегі елжіреп, бірақ оған баруға батылы жетпей қинала берді. Бірде Әсем балконнан қала көшелеріне ұзақ қарап тұрып, көз жасына ерік берді. Сол сәтте Абдулла да байқамай жанында тұр еді. Ол қыздың жасын көріп, ашу мен аяушылықтың ортасында қалды. Неге жылайсың? Саған жетпей тұрған не бар, деді қатқыл үнмен. Әсем үнсіз ғана басын төмен салбыратты. Оның бұл үнсіздігі Абдулланың жүрегіне найзадай қадалды. Абдулла жұмыстан қолы босаған сайын үйге асығып келеді. Бірақ үйдің ішінде оған еш жылылық сезілмейтін. Әсемнің барлығы сырттай дұрыс көрінгенімен, жүрек тереңінде одан алыстап кеткенін ол жақсы сезетін. Сен мені сүйесің бе, деп сұрады бір күні Абдулла кенеттен. Әсем бұл сұрақтан тітіркеніп кетті. Жүрегі дүрсілдеп, не айтарын білмей тұрып қалды. Әрине, деді ол ернін әрең қимылдатып. Абдулла оның жанарынан жауап іздеді.
Бірақ ол жанарда махаббат емес, мәжбүрліктің суық ізі ғана бар еді. Бұл жағдай шалдың ішіндегі күдікті одан сайын өршітті. Сол түні ол ұйықтай алмай төсекте аунап жатты. Бір кезде іштей, мейлі, жас қыз ғой. Мүмкін уақыт өте келе үйренер. Бірақ мені алдап жүрген болса, ондайды кешірмеймін деп шешті. Әсем болса, басқа бөлмеде жастықты құшақтап, көз жасын тыя алмай жатты. Даниярдың жылы сөздері, еркін күлкісі құлағына қайта-қайта келіп, жүрегін қысып бара жатты. Келесі күні ол тағы да балконға шығып, аспанға қарады. Күн батудың қызғылт нұры қала үстін жапқанда жүрегіне бір үміт оты құйылғандай болды. Мүмкін бәрін тастап кету керек шығар деп ойлады. Осы сәтте есік ашылып, Абдулла кірді. Ол Әсемнің ойға шомып тұрғанын көріп қабағын түйді. Сен тағы да арманға беріліп тұрсың ба деді салқын үнмен. Әсем селт етіп, жай ғана терезеден қарап тұр едім деп жауап берді. Абдулла оның иығына қолын қойды. Бірақ ол қол Әсемге қорғамай керісінше тұсау секілді сезілді. Жүрегі қысыла түсті. Сол түні Әсем алғаш рет нақты шешімге жақындады. Мен бұл үйде мәңгі қала алмаймын. Әсемнің жүрегі күн сайын тар қапаста қысылғандай болды. Абдулланың қатаңдығы, қызғанышы, тіпті демалыс күндері де жанынан бір елі жібермейтіні оның өмірін түрмеге айналдырған еді. Бірақ жүрек әмірді тыңдамайды. Ол әлі де Даниярды аңсайтын. Түн баласы жастыққа басын қойғанда көз алдына оның жылы жүзі, қорықпа, мен сені күтемін деген сөзі келе беретін. Бір күні Абдулла сапарға кететінін айтты. Бір апта болмаймын. Ақылың болса үйден шықпа, көршілерге де сені бақсын деп тапсырдым деді ол қатқыл үнмен. Бұл хабар Әсемнің жүрегіне от жаққандай болды. Қорқыныш та бар, бірақ үміт одан күшті. Егер дәл қазір қашпасам, өмір бойы осылай тұтқында қаламын деп ойлады. Ол телефонын жасырын алып, Даниярға хат жазды. Мен дайынмын, кетер сәтіміз жетті. Данияр көп күттірмей жауап берді. Ертең кешке мен келемін, барлық нәрсеге дайын бол. Әсем сол түні көз ілмей шықты. Үлкен шешім алдында тұтас өмірі көз алдынан сырғып өткендей болды. Ол өзін әлі бала сезінетін. Ал қазір тағдырдың қатал сынағы алдында ересек адам секілді күреске шығуға тиіс еді. Кеш түсе Әсемнің жүрегі атша тулап, қолы дірілдеп отырды. Үй іші тып-тыныш. Қала көшесінен әлсін-әлсін көліктердің дауысы ғана естілетін. Сағат 9 шамасында есік қоңырауы сыңғыр ете қалды. Әсем селк етіп жүрегі тамағына тығылғандай болды. Терезеден қараса, Данияр тұр екен. Оның жүзіне қарап Әсемнің бойын қорқыныш емес, керісінше үміт пен жылулық кернеді. Әсем асығыс киімдерін алып, кішкентай сөмкесін иығына ілді. Бірақ дәл сол сәтте оның көзі үстел үстіндегі Абдулланың суретіне түсті. Суреттен қарттың қатаң әрі сенімсіз жанары қадалып тұрғандай. Әсемнің жүрегі шым ете қалды. Ол өз-өзіне сыбырлады, кешір, бірақ мен тұтқында өмір сүре алмаймын. Ол есікті ашып, Даниярдың құшағына кірді. Жігіттің қолы оны мықтап құшақтап еркіндікке жетелегендей болды. Кеттік деді Данияр сенімді үнмен. Олар түнгі қаланың жарықтарына қарай асыға басып бара жатты. Әсем алғаш рет нағыз бостандықтың дәмін сезгендей болды. Бірақ дәл сол сәтте оларға Абдулла қарап тұрғанын екеуі аңғармады. Шал сапарға кетпеген еді. Бар болғаны Әсемнің адалдығын сынап көргісі келген. Қала түнгі тыныштыққа бөленген. Үйдің терезесінен сыртқа үңілген Абдулла жасырын бір құпияны сезгендей, жанын қоярға жер таппады. Сол сәтте ол көз алдына таныс бейнелерді шалды. Әсемнің нәзік сұлбасы мен Даниярдың бойы қатарласа жылдан басып бара жатты. Қарттың жүрегі шым ете түсті. Көзіне жас үйірілді.
Оның алдында таңдау тұрды: бірі сәттік ашумен бәрін күл-талқан ету, немесе үнсіз ғана бәріне нүкте қою. Екеуі де жас, екеуі де бақытты болғысы келеді деп сыбырлады ол өзіне. Оның алақаны дірілдеді, жүрегі кеудесін керіп бара жатты. Бірақ ашу емес, керісінше бір жұмсақ сезім бойын биледі. Әсемнің күлкісі, жас жүректің лүпілі, бәрі оған тым алыстап кеткен жастық шағын еске салды. Менің өмірім өтті, бірақ олардікі енді басталып жатыр. Неге мен олардың жолын бөгеймін, деді ішінен. Абдулла креслосына отырып терең күрсінді. Көзіне жас толып, баяу ғана күлімсіреді. Бар, Әсем, бақытты бол, деді сыбырлап. Ол терезеден көз алмай, екі жас алыстап кеткенше қарады. Шаһардың жарық шамдары арасында олардың бейнелері кішірейіп, ақыры көзден ғайып болды. Қарт жалғыз қалды. Үй іші тым-тырыс. Бірақ жүрегінде бұрын-соңды болмаған бір тыныштық орнады. Ол өзінің кеш болса да дұрыс шешім қабылдағанын сезді. Түнгі қала терең тыныс алып жатқандай. Абдулла көзін жұмып, баяу ғана тілі қатты: Ииф, махаббатты ұстай алмайсың. Махаббат еркіндік. Осылайша ол Әсемді жоғалтса да, өзінің ішкі жеңісіне жетті. Қарты ғұмырының соңғы тарауы бітті. Бірақ ол тарауда нифнік логш, әңгіменің соңы,